Неге бұл өтінішті оқымадыңыз, паша? Өткізіп жібердім. Неге? Мәртебелім. Бұл өтініште оның айтуынша сіз оған қарыздар екенсіз. Біз оны сарайға шақырдық. Оған ақша бердік. Сонда да ол кетпеді. Оның өзі қайда? Мұнда мәртебелім. Шақырыңдар. Айтқаныңыз болсын. Вейсел Efendi'nin баласын шақырыңдар. Сені тыңдап тұрмын, мырза. Не мәселемен келдің? Мәртебелім. Сіз маған қарыздарсыз, мәртебелім. Қалайша мен сізге қарыздармын? Мәртебелім. Мен саудамен айналысатын едім. Мен барымнан айырылдым. Қарызға баттым. Әр түн ұйықтар алдында мен Аллаға жалбарынамын. Ұлым, мәртебелім сенен қалай қарыз болдым деп сұрап тұр. Жаңағы айтқанымдай, күнде ұйықтар алдында құлшылық етемін. Кеше түнде, түсімде, Хазіреті Пайғамбар алейхиссалату вассаламды көрдім, мәртебелім. Саллаллаху алейхи вассалам. Ол маған Хамидке барып айт. Кеше түнде күнделікті оқитын зікірі мен салауаттарын айтуын ұмытты. Барып қалағанымды сұра деп айтты маған. Не деді? Біздің Хамид ал ұлым. Оның айтқандарын тағы бір қайталап айта аласыз ба? Біздің Хамид ұста балам. Тағы да бір рет айтшы, не айтты? Мен пайғамбарымызды түсімде көрген кезде, біздің Хамид ал. Тағы бір рет айтшы, ұлым. Біздің Хамид ал балам. Ұлым, саған осы алғаның жетпей ме? Жетер, паша. Мен дереу қарыздарымнан құтыламын. Саулығыңды тілеймін. Мәртебелім. Ол сізден барлығын берілік алып кетпекші болды. Сен не айтып көрсің, паша? Ант етемін. Егер де ол тағы сұрағанда, мен бар байлығым мен билігімді берер едім. Кеше түнде біз жұмыс істедік, паша. Мен үстелдің басында ұйықтап қалдым. Салауат айтуды ұмытып кеттім. Біз қателік жібердік. Алла бізді кешірсін.